1942 жыл. Қазақстан. Ауылдың үстін сұр бұлт басып тұрған. Қыс ерте түсіп, күн сайын даладағы суық күшейіп бара жатқан. Бұл соғыстың 3-ші жылы еді. Ауылдағы ер азаматтардың көбі майданға кеткен. Үйлерде әйелдер, қарттар мен балалар ғана қалған. 13 жасар Сапар да сол қиындықтың ортасында 10 жастағы қарындасы Күлнармен бірге өмір сүріп жатты. Айтпақшы, осы әңгімені тыңдап отырғандар, қай қаладан немесе қай ауылдан қарап отырсыздар? Қазір сіздерде сағат қанша? Комментарийге жазып кетіңіздер. Ал енді әңгімені жалғастырайық. Сапар әлі бала болатын, бірақ өмір оны ерте есейтуге мәжбүрледі. Әкесі майданға кеткеннен кейін үйдегі бар жауапкершілік оның мойнына түскен. Күлнар кейде ағасының өзінен де қорқып қалатын. Сапар аш болса да білдірмейтін, тоңса да білдірмейтін. Қарындасына: "Уайымдама, бәрі жақсы болады", деп қайта-қайта айтатын. Бірақ шын мәнінде оның өзі де ертеңгі күнім не боларын білмейтін. Сол күні таңертең Күлнар пештің жанында бүрісіп отырды. "Аға, не болды? Нан бар ма?" Сапар үстелге қарады. Үстелде ештеңе жоқ еді. Ол біраз үнсіз тұрды да: "Сен күте тұр, мен базарға барып білем. Ақшан бар ма?" Сапар қалтасын сипап көрді. Бірнеше тиын ғана. "Бар." Ол қарындасына білдірмей өтірік айтты. Сыртқа шыққанда ғана қалтасындағы ақшасына қайта қарады. Ол ақшаға бір нанның өзін толық ала алмайтынын жақсы білетін, бірақ басқа малы жоқ еді. Ауылдың базары үйден алыс емес болатын. Сапар қар үстімен жүріп отырып базарға жетті. Адам бұрынғыдан әлдеқайда аз, сауда жасайтын затты азайған. Бір бұрышта картоп сатып отырған кемпір, бір жерде бірнеше құты сүт. Ал базардың шетінде кішкентай ғана ағаш үстелдің қасында Жамал отыратын. Жамалдың жасы 33-те еді. Оның да өмірі оңай емес болатын. Күйеуі майданға кеткен. Үйінде кішкентай қызы Әлия бар. Жамал күн сайын таң атпай тұрып қамыр илеп, нан мен бауырсақ пісіретін. Сосын барын базарға келіп сататын. Сапар Жамалды бұрын да көрген, бірақ сол күні алғаш рет оның жанына жақындады. Жамал Сапарға қарап: "Кел балам, не керек?" "Нан." "Қанша?" Сапар қалтасындағы тиындарын үстелге қойды. Жамал ақшаға бір қарап: "Осыған бір кішкентай нан ғана келеді." "Сол болады." Жамал нанды алып қағазға орады. Сапар ақшасын ұсынды. Жамал ақшаны алмады. "Мә, ала бер." Сапар таңғалып: "Ақшасын алмайсыз ба?" "Жоқ." "Неге?" Жамал оның жүзіне қарап: "Үйде кішкентай қарындасын күтіп отырған шығар." Сапар басын изеді. "Иә, онда ақшаңды өзінде қалдыр, ертең тағы келерсің." Сапар нанды қолын алды. "Рахмет." "Қарындасының аты кім?" "Күлнар." "Жақсы екен, бар, Күлнарға апар." Сапар кетіп бара жатып артына қарады. Жамал келесі сатып алушыға нан беріп жатыр екен. Сапар сол сәтте бұл әйелдің неге жүрегіне соншалықты жақын болып кеткенін өзі де түсінбеді. Ол небәрі 13 жаста еді, ал Жамал одан 20 жас үлкен болатын. Сапардың сезімі де баланың сезімі еді. Ол Жамалды жақсы адам, мейірімді жан деп қабылдайтын. Сол күннен кейін Сапар базарға жиі келетін болды. Кейде нан алатын, кейде ештеңе алмай Жамалдың қасында біраз тұрып кететін. "Сабаққа барып жүрсің бе?" деп сұрайтын Жамал. "Иә." "Қай сыныпта оқисың?" "7-шіде." "Жақсы оқы." "Оқимын." "Өскенде кім болғың келеді?" Сапар ойланып: "Әскери боламын." Жамалдың жүзі бірден өзгеріп кетті. "Неге?" "Әкем сияқты." Жамал біраз үнсіз отырды. Сосын: "Әкең аман келсін балам", деді. Сапар басын изеді. Келеді. Ол әкесінің аман келетініне шын сенетін. Бір күні Сапар базарға әдеттегіден ертерек келді. Жамал жалғыз емес екен. Қасында 5-6 жас шамасындағы кішкентай қыз отыр. Қыздың шашы екі бұрым болып өрілген. Сапар жақындағанда Жамал: "Келдің бе?" "Иә." "Мынау қызым Әлия." Сапар қызға қарады. Әлия ұялып, анасының артына тығылды. "Сәлем", деді Сапар. Қыз ақырын: "Сәлем", деді. Жамал күлімсіреді. "Ұялшақ." Сапар да күлімдеп қойды. Ол кезде Сапар Әлияның кім болатынын, осы кішкентай қыздың бірнеше жылдан кейін оның өміріне қайта кіретінін білмейтін. Күндер осылай өтіп жатты. Бір күні ауылға тағы бір қаралы хабар келді. Майданнан бірнеше адамның қаза тапқан туралы хат келген. Ауылдың іші бірден тына қалды. Сапар да базарға жүгіріп келді.
Жамал әдеттегідей үстелінің қасында отыр еді, бірақ бұл жолы оның қолында хат болды. Жамал хатқа қарап үнсіз отырды. Сапар жақындап: «Жамал апай?» Жамал басын көтерді. «Иә, не болды?» «Ештеңе. Жыладыңыз ба?» Жамал көзін сүртті. «Жоқ, бірақ оның жылағаны көрініп тұр еді». Сапар қасында біраз үнсіз тұрды. Сосын: «Күйеуіңізден хат келді ме?» Жамал жауап бермеді. Бірнеше секундтан кейін ғана: «Иә» деді. Сапар қуанып кетті. «Аман екен ғой». Жамал хатты кеудесіне қысты. «Әзірге». Сапар бұл сөздің мағынасын түсінбеді, ал Жамал хатты қайта бүктеп қойды. Сол күні Сапар үйіне қайтып бара жатып, Жамалдың мұңайған жүзі туралы көп ойланды. Ол бала еді. Өмірдің үлкен қайғысын түсінбейтін, бірақ бір нәрсені анық білетін: Жамалдың жылағанын көргенде оның да жаны ауыратын. Ал бұл сезім жылдар өте келе мүлдем басқа мағынаға ие болатынын Сапар ол кезде білмеген еді. Сол күннен кейін Сапар Жамалдың көңіл күйін жиі бақылап жүретін болды. Бұрын базарға келгенде бірінші кезекте нанға қарайтын, енді Жамалдың жүзіне қарайтын. Егер ол күлімдеп отырса, Сапардың да көңілі көтерілетін. Ал егер қабағы түсіп отырса, оның да мазасы кететін. Бір күні Сапар базарға келсе, Жамал әдеттегіден ерте жиналып жатыр екен. «Жамал апай, қайда барасыз?» Жамал қолындағы заттарын қапқа салып жатып: «Үйге» деді. «Бүгін сауда жасамайсыз ба?» «Жоқ». «Неге?» Жамал бір сәт ойланып қалды. «Сапар, сен әлі кішкентайсың, бірақ кейбір нәрсені түсінетін жасына да жетіп қалдым». «Не болды?» «Біз бұл ауылдан кететін болдық». Сапардың жүзі бірден өзгерді. «Қайда?» «Басқа жаққа». «Неге?» «Әлияның жағдайына байланысты». «Қашан қайтып келесіз?» Жамал жауап бере алмады. Сапар оған үнсіз қарап тұрды. «Жамал апай». «Иә?» «Сіз мүлдем келмейсіз бе?» Жамал күлімсіруге тырысты. «Білмеймін, балам». Сапардың көңілі түсіп кетті. Ол Жамалдың кететінін мүлде күтпеген еді. Сол күнгі базар оған бұрынғыдан да суық көрінді. Кешке Сапар үйіне келгенде Күннар бірден байқап қалды. «Аға, не болды?» «Жамал апай кетіп жатыр». «Қайда?» «Білмеймін». Күннар біраз үнсіз отырды. «Қайта келеді ме?» «Ол да білмейді». Сапар пештің қасына барып отырды. Кішкентай терезеден сыртқа қарап: «Неге бәрі кетіп жатыр?» деді. Күннар оған жауап бере алмады, өйткені ол да түсінбейтін. Соғыс адамдарды бір-бірінен осылай алыстатып жатқан. Бірін майдан алып кетеді, бірін жоқшылық алып кетеді, бірін тағдыр басқа жаққа айдайды. Келесі күні Сапар таңертең ерте базарға жүгіріп келді. Жамал әлі сонда екен. Ол соңғы заттарын жинап жатыр, ал Әлия анасының жанында үнсіз тұр. Сапар жақындағанда Жамал: «Келдің бе?» «Иә». «Мынау саған». Жамал кішкентай ғана матаға оралған екі бауырсақты ұсынды. Сапар алмай тұрып: «Мен сізге бір нәрсе айтайын ба?» «Айт». «Мен сізді ұмытпаймын». Жамал бір сәтке үнсіз қалды. Сосын оның басынан сипап: «Сен де жақсы адам болып өс, Сапар. Мен сізді міндетті түрде тағы көрем». Жамал күлімсіреді. «Көресің». «Уәде беріңіз». Жамал оған қарап: «Уәде». Сапар осы сөзге сеніп қалды. Ол Жамалдың ауылдан кетіп бара жатқанын сырттай қарап тұрды. Арба алыстап кеткенше орнынан қозғалмады. Әлия да артына бұрылып Сапарға қарады. Бірақ екеуі бір-біріне көп мән берген жоқ. Олар әлі бала еді. Жамал кеткеннен кейін бірнеше ай өтті. Сапар базарға баруды қойды. Барақын жері қалмағандай сезінді. Оның өмірі қайтадан бұрынғы қалпына түсті. Күн сайын жұмыс, күн сайын Күлнар, күн сайын соғыстан келетін жаңалықтар. Бір күні ауылға көптен күткен хат келді. Сапардың әкесі жазыпты. Ол тірес екен. Күннар екеуі қуаныштан жылап жіберді. Хатта әкесі: «Балаларым, сабыр қылыңдар. Соғыс біткен соң үйге міндетті түрде қайтамын» деп жазған еді. Сапар сол хатты қайта-қайта оқыды. Ол енді бір нәрсеге қатты сенді. Соғыс міндетті түрде бітеді, әкесі қайтып келеді. Ал Роза қайтар оралады. Бірақ соғыс бірден біткен жоқ. Жылдар өтті. Сапар 14-ке толды, кейін 15-ке, 16-ға. Бала күндегі мінезі өзгеріп, бойы өсіп, жүзі де өзгере бастады. Күннарда ер жетіп келе жатты. Ал Жамал туралы Сапар ешкімнен ештеңе естімеді. Бір күннардан: «Жамал апайды есіңе түсіресің бе?» деп сұрады. Күлнар: «Иә». «Қызының аты кім еді?» «Әлия». Сапар үндемеді. Ол бұл есімдерді ұмытып қалмаған,
Бірақ жылдар өткен сайын Жамалдың бейнесі оның есінде көмескілене бастаған еді. Сапар ол кезде Жамалды енді ешқашан көрмеймін деп ойлады. 1945 жыл соғыс аяқталды. Ауылда сүйінші хабар тарады. Адамдар бір-бірін құшақтап, жылап, қуанып жатты. Бірақ әр үйдің қуанышы бірдей болған жоқ. Кейбіреулердің жақыны қайтты, кейбіреулердің жақыны қайтпады. Сапардың әкесі де сол күні ауылға оралды. Күлнар әкесін көргенде жүгіріп барып құшақтады. Сапар да әкесінің алдына келді. Әкесі оның ойғынан ұстап, «Қатты өсіп кетіпсің ғой балам» деді. Сапар күлімсіреді, бірақ ол бір нәрсені әлі білмейтін. Соғыс біткенімен, оның өміріндегі ең күрделі оқиға енді ғана басталатын. Соғыс аяқталғаннан кейін ауылдың тіршілігі біртіндеп қалпына келе бастады. Адамдар егін егіп, малын түгендеп, үйлерін жөндеуге кірісті. Бірақ соғыстың ізі әр отбасының өмірінде қалды. Сапар да бұрынғыдай бала емес еді. Жылдар өте келе оның бойы өсіп, мінезі өзгерді. Ол әкесінің қасында жүріп еңбекке араласты. Мектепті жақсы оқып, қалаға барып білім алуды армандайтын. Әкесі бір күні кешке: «Сапар, оқуға түссем қалаға бар, біз сенің оқығаныңды қалаймыз» деді. Сапар басын изеді. «Оқимын. Бірақ қалада жалғыз жүресің, еңбек етуге тура келеді. Қорықпаймын». Әкесі баласына қарап жымиып қойды. «Сен соғыстан кейін емес, соғыс кезінде есейдің ғой». Сапар үндемеді. Ол сол сөзді жақсы түсінді. Арада бірнеше жыл өтті. Сапар қаладағы оқу орнына қабылданды. Ауылдан қалаға алғаш келгенде бәрі оған үлкен көрінді. Үлкен көшелер, адам көп, дүкендер, көліктер, жаңа өмір. Ол жатақханаға орналасып оқуын бастады. Сол жерде оның сыныптастарының арасында бір қыз бар еді, Әлия. Әлия өте сабырлы қыз болатын. Бірінші күндері екеуі бір-бірімен көп сөйлеспеді. Бір күні сабақтан кейін Сапар кітапханаға бара жатқанда, қолындағы кітаптары жерге түсіп қалды. Әлия жанынан өтіп бара жатып: «Көмектесейін» деді. «Рахмет». Екеуі кітаптарды жинап алды. Әлия кітаптың бірін қолына ұстап тұрып: «Сен ауылдан келгенсің бе?» «Иә». «Мен де». «Қай жақтан?» Әлия ауылдың атын айтты. Сапар ол ауылды білмейтін. Сосын Әлия: «Сенің отбасың бар ма?» «Бар, әкем, қарындасым». «Апаң ше?» Сапар бір сәт үнсіз қалды. «Анам жоқ». Әлияның жүзі өзгерді. «Кешір. Ештеңе етпейді». Сол күннен бастап екеуі жиі сөйлесетін болды. Бірге сабақ оқыды, бірге кітапханаға барды. Кейде сабақтан кейін ұзақ сөйлесіп отыратын. Сапар Әлияның мінезін ұнататын. Ол өзін қарапайым ұстайтын, ешкімге артық сөйлемейтін. Бір күн Әлия: «Сен бала кезінде көп айтпайсың» деді. Сапар күліп: «Айтатын ештеңе жоқ. Әркімнің балалық шағында бір ерекше адам болады ғой». Сапар ойланып қалды. Оның есіне бірден базардағы кішкентай үстел түсті. Жамал, жылы нанның иісі, қолына ұстатқан бауырсақ. Бірақ ол бұл туралы Әлияға айтпады. «Менің де бір адамым болған», деді Сапар ғана. Әлия қызығушылықпен: «Кім?» «Бала кезінде таныған бір әйел». «Қазір қайда?» «Білмеймін». Әлия күлімсіреді. «Сонда әлі есінде ме?» Сапар жауап бермеді. Өйткені өзі де неге екенін түсінбейтін. Бірнеше айдан кейін Әлия Сапарды үйіне қонаққа шақырды. «Анам сені көргісі келеді» деді ол. Сапар: «Неге?» «Сен туралы көп айттым». «Не деп айттым?» «Жақсы адам екен». Сапар күліп: «Сонда сен мені мақтап жүр екенсің ғой». «Мүмкін». Сол күні екеуі кешке Әлияның үйіне келді. Есікті бір әйел ашты. «Келдіңдер ме?» Әлия: «Апа, бұл Сапар». Сапар басын изеп: «Сәлеметсіз бе?» Әйел: «Кел балам». Сапар үйге кірді. Бірнеше қадам жасағаннан кейін әйелдің дауысына қайта бұрылды. Ол әйел де Сапарға қарап қатып қалды. Екеуі бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сапардың жүрегі қатты соға бастады. Бұл жүзді ол ондаған жыл өтсе де ұмытпаған. Бұл дауыс, бұл көзқарас, бұл мейірімді күлкі. Жамал. Бірақ Сапар бірден ештеңе айта алмады. Ал Жамал оның жүзіне ұзақ қарап: «Сапар», деді ақырын. Сапардың дауысы дірілдеп шықты. «Жамал апай». Әлия екі адамға кезек-кезек қарап: «Сендер бір-біріңді бұрыннан танисыңдар ма?» Жамал жауап бере алмады. Сапар да үндемеді.
Сол сәтте Сапардың есіне соғыс жылдары түгілдей қайта оралды. Базар, нан, күлнар, қоштасқан күн. Жамалдың «мені ұмытпа» дегендей соңғы қарағаны. Ал енді сол әйел дәл алдында тұр. Тек бұл жолы ол базарда нан сатып отырған Жамал емес. Ол Әлияның анасы еді. Сапар Әлияға қарады. Содан кейін Жамалға қайта қарады. Ол кезде оның ішінде бір ғана ой тұрды. Тағдыр мені бұл үйге бекер әкелмеген шығар. Сапар сол кеште Әлияның үйінен кеткеннен кейін ұзақ уақыт бойы ештеңе ойлай алмады. Қаланың көшесі бұрынғыдай у-шу, адамдар асығып барады. Біреулер күліп сөйлесіп жүр, ал Сапардың ойында бір ғана нәрсе — Жамал. Ол оны қайта көрем деп ешқашан ойламаған. 13 жасар бала кезінде базардан нан алып жүрген күндері көз алдында қайта-қайта елестеді. Жамалдың «Мә, балам, қарындасына апар» деген дауысы. Сол кездері Сапар оның жанында көп отырғысы келетін. Жамал оған әрдайым үлкен адам ретінде емес, өз баласындай қарайтын. Ал қазір бәрі өзгерген. Сапар ер жеткен. Жамал да бұрынғыдан өзгерген. Бірақ Сапар оның көзін бірден таныды. Келесі күні сабақта Әлия Сапарға қарап: «Кеше не болды саған?» «Ештеңе. Анамды көргенде біртүрлі болып кеттің». Сапар үндемеді. Әлия біраз қарап отырды. «Сендер шынымен бұрыннан таныстыңдар ма?» «Иә». «Қайдан?» «Ауылдан». «Қалай таныстыңдар?» Сапар терең дем алды. «Соғыс кезінде». Әлия таңғалды. «Соғыс кезінде?» «Иә. Анам ол кезде базарда нан сататын». Әлия біраз үнсіз қалды. «Анам кейде сол жылдарды айтатын, бірақ сен туралы ешқашан айтқан емес». Сапар: «Мүмкін ұмытып кеткен шығар». Әлия басын шайқады. «Анам оңай ұмытатын адам емес». Бұл сөз Сапардың көңіліне тиіп кетті. Сол кеште Сапар қайтадан Әлияның үйіне барды. Есікті Жамал ашты. Бұл жолы үйде Әлия жоқ еді. Жамал Сапарға қарап, бірақ үнсіз тұрды. «Кір». Сапар ішке кірді. Бөлме қарапайым болатын. Қабырғада бірнеше ескі сурет ілулі тұр. Сапар солардың біріне көз түсті. Әлия кішкентай кезінде түскен сурет. Алзанда Жамал. Сапар суретке ұзақ қарап қалды. «Уақыт тез өтеді екен, Векиял». «Иә. Сені соңғы көргенімде 13 жаста едім». Сапар жымиып: «Сіз мені ұмытпаған екенсіз». Жамал оған қарады. «Ұмытуға болатын адам болмадым». Сапар бұл сөзден кейін үндемей қалды. Жамал да терезеге қарады. «Сол кезде сенің қарындасың Күннар бар еді ғой?» «Иә». «Қазір қайда?» «Ауылда, тұрмысқа шыққан». «Әкеңше?» «Ол да қайтыс болды». Жамал күрсінді. «Соғыс көп адамды өзгертті. Сізді де өзгертті ме?» Жамал біраз ойланып: «Иә». Сапар: «Күйеуіңіз ше?» Жамалдың жүзі бірден өзгерді. Ол жауап беруге асықпады. «Ол туралы көп жылдан бері сөйлеген жоқпын». «Қайтыс болды ма?» Жамал басын төмен түсірді. «Иә». Бөлмеде үнсіздік орнады. Сапар үйден шыққан соң бірнеше күн бойы Жамалдың сөздерін ойлады. Оның бұрынғы сезімі қайта оянғандай болды. Бала кезінде өзі түсінбеген нәрсе енді оған анық көріне бастаған. Жамалды көрген сайын жүрегі өзгеше соғатын, бірақ бір нәрсе оны тоқтататын. Әлия. Әлия оған еш жамандық жасаған жоқ. Керісінше, оған шын көңілімен қарайтын. Бір күні Әлия: «Сапар, сен соңғы кезде менен бір нәрсе жасырып жүрсің». «Нені?» «Білмеймін, бірақ сезіп жүрмін». Сапар үндемеді. Әлия: «Егер анама байланысты болса айта бер, мен ренжімеймін». «Жоқ». «Онда неге мұңайып жүрсің?» Сапар оның көзіне қарай алмады. Кейде адам өткенін ұмыта алмайды екен. Әлия ақырын: «Өткенінде біреу бар ма?» Сапар жауап бермеді. Осы үнсіздік Әлияға жеткілікті еді. Ол бәрін түсінбесе де, бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезді. Арада бірнеше апта өтті. Сапар Жамалдың үйіне жиі баратын болды. Әлия бұған бастапқыда қуанды. Өйткені ол Сапардың анасына жақсы қарайтын көретін. Бірақ уақыт өте келе, оның көңіліне күдік кірді. Сапар Жамалмен сөйлескенде өзін басқаша ұстайтын. Кейде екеуі өткен жылдарды еске алатын. «Базар есіңізде ме?» «Әрине». «Сол жерде сіздің үстеріңіз болатын?» «Иә, мен күнде келетінмін». Жамал күліп: «Сен наннан гөрі менің қасында көп отыратынсың». Сапар да күлімсіреді. «Мүмкін». Осы әңгімені есік сыртында тұрған Әлия естіп қалды. Ол бірден ештеңе айтпады, тек үнсіз бөлмесіне кіріп кетті. Сол түні Әлия ұйықтай алмады. Оның ойында бір ғана сұрақ тұрды.
Сапар менің анамды неге сонша жақсы көреді? Ал бұл сұрақтың жауабы жақында бәрінің өмірін өзгертіп жіберетін еді. Әлия сол түні ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Бөлменің жарығын өшіріп қойғанымен, терезеден түскен ай сәулесі бөлменің ішін бозғылт қылып көрсетіп тұрды. Ол анасының даусын, Сапардың күлгенін, екеуінің өткен күндерді еске алғанын қайта-қайта ойлады. Әлия үшін Сапар жай ғана сыныптас емес еді. Соңғы бірнеше айда ол Сапарға бауыр басып қалған. Оның сабырды мінезін ұнататын, қиын кезде артық сөз айтпай, көмектесуге тырысатынын бағалайтын. Сапардың өзіне деген көзқарасында сезетін, сондықтан оның анасына ерекше көңіл бөлетінін байқау Әлияға ауыр тиді. Бірақ ол бірден жаман ойлағысы келмеді. Мүмкін, анамды бала кезінен танитын болған соң ғана шығар, деп өзін жұбатты. Таңертең Әлия ас үйге шыққанда, Жамал шай дайындап отыр екен. «Ұйықтамадың ба?» деді анасы. «Ұйықтадым». Жамал қызына қарап, «Көзіңнен көрініп тұр». Әлия үндемеді. Бірнеше секундтан кейін, «Апа». «Иә?» «Сапарды бұрыннан таниды екенсіз ғой». Жамалдың қолындағы қасық тоқтап қалды. «Иә?» «Неге маған бұрын айтпадыңыз?» «Өйткені бұл жай ғана өткен нәрсе». «Қандай өткен нәрсе?» Жамал қызына қарады. «Сен ол кезде әлі дүниеге келмегенсің». Әлия үнсіз қалды. «Ол кезде Сапар 13 жаста еді», деді Жамал. «Соғыс жылдары болатын. Оның әкесі майданда еді. Үйінде өзімен қарындасы ғана қалатын». Әлияның қабағы жұмсарды. «Сапардың әкесі соғыста болғанын білетінмін». Ол кезде ол әлі бала еді, бірақ өмір оны ерте есейтті. «Ал сіз оған көмектестіңіз бе?» «Қолымнан келгенше». Жамал терезеге қарап. «Кейде оған нан беретінмін, кейде жылы киім тауып беретінмін. Қарындасын да жақсы көретінмін». «Әлия, сондықтан ол сізді ұмытпаған екен ғой». «Мүмкін». «Ал сіз ше?» Жамал ұзақ үнсіз қалды. «Мен де ұмытқан жоқпын». Әлия анасының жауабын естігенде жүрегі біртүрлі қысылды. «Неге?» Жамал қызына бұрылды. «Өйткені кей адамдар біздің өмірімізге аз уақытқа ғана кіреді, бірақ сол аз уақыттың өзі ұмытылмай қалады». Әлия енді ештеңе сұрамады. Сол күні сабақтан кейін Сапар Әлияны күтіп тұрды. «Үйге бірге барамыз ба?» Әлия біраз ойланып. «Жарайды». Екеуі жол бойы үнсіз жүрді. Ақыры Әлия: «Анам сен туралы айтып берді». Сапар оған қарады. «Не деді?» Соғыс кезіндегі Сапарды есіне алды. Сапар жымиып: «Ол кезде мен мүлде басқа едім. Анам сені жақсы бала болған дейді». «Сен де солай ойлайсың ба?» Әлия күліп: «Кейде». Сапар да күлді, бірақ Әлия бірден: «Сен анамды неге сонша жақсы көресің?» деп сұрады. Сапар тоқтап қалды. «Не?» «Дұрыс естідім». «Мен...» «Жауап бермесең де болады». «Әлия, мен сенің анама қалай қарайтыныңды көріп жүрмін». Сапар төмен қарады. Бірнеше секундтан кейін: «Мен сенің анаңды бала кезінен білем». «Білем. Ол кезде мен үшін ол өте ерекше адам болды». «Қазір ше?» Сапар жауап бермеді. Әлия оның үнсіздігінен бәрін түсінгендей болды. «Жарайды», деді ол ақырын. «Енді сұрамаймын». Ол бұрылып кетіп қалды. Сапар оның артынан қарап ұзақ тұрды. Сол күннен кейін Әлия Сапардан алыстай бастады. Бірге сабақ оқымайтын болды. Сабақтан кейін күтпейтін. Телефон соқса қысқа ғана жауап беретін. Сапар оның өзгергенін бірден байқады. Бір күні: «Маған ренжіп жүрсің бе?» деп сұрады. Әлия: «Жоқ». «Өтірік айтпа». «Мен саған ренжіп жүрген жоқпын». «Онда не болды?» Әлия біраз үнсіз тұрып: «Кейбір нәрселерді түсінуге уақыт керек». Сапар: «Нені?» «Өз сезімінді». Сапар үндемеді. Осы аралықта Жамал да бәрін сезіп жүрді. Бір күні кешке ол Сапарды үйдің сыртында тоқтатты. «Сапар?» «Иә». «Біз сөйлесуіміз керек». Сапар оның жүзіне қарады. «Не туралы?» «Әлия туралы». Сапар бірден түсінді. «Ол саған бәрін айтты ма?» «Айтудың қажеті жоқ. Мен өзім көріп жүрмін». Жамал перең дем алды. «Сапар, сен бала кезінде маған ерекше жақын болдың. Мен сені әрдайым жақсы көрдім, бірақ ол кезде сен бала едің». «Білем. Сенің қазір сезіп жүргенің басқа нәрсе болуы мүмкін». «Мен өз сезімімді білем». Жамал басын шайқады. «Жоқ, сен өткенді сағынып жүрсің».
Бұл сөз Сапарға ауыр тиді. Сіз солай ойлайсыз ба? Иә. Ал егер мен өткенде емес, сізді сағынсам ше? Жамал үнсіз қалды. Сапардың дауысы бәсеңдеді. Мен сізді бала кезінен бері ұмытқан жоқпын. Жамал көзін төмен түсірді. Сапар, мен сізді қайта көргенде бәрі қайта оралды. Бірақ сенің өмірін алды. Менің өмірімде сіз болмасаңыз ше? Жамал оған ұзақ қарады. Мен сенің өміріңді бұзғым келмейді. Сіз ештеңені бұзбайсыз. Сенің алдыңда әлі көп нәрсе бар. Ал сіздің алдыңызда жоқ па? Жамал ауыр күрсінді. Бар. Бірақ мен оны сенің жасында елестеткендей көрмеймін. Сапар үндемеді. Жамал оған жақындап, Әлияны ойла. Сапар басын көтерді. Неге? Өйткені ол саған шын көңілмен қарайды. Бұл сөз Сапардың жүрегіне тиді. Сол түні Сапар жалғыз отырды. Оның алдында екі жол тұрғандай еді. Бір жағында бала кезінен жүрегінде сақтап келген Жамал. Екінші жағында оған шын көңілмен қарайтын Әлия. Сапар өз сезімін ажырата алмай қиналды. Ол Жамалдың қасында өзін бала кезіндегі Сапар сияқты сезінетін, ал Әлияның жанында болашақ туралы ойлайтын. Бірі өткен, бірі келешек. Бірақ Сапар өткеннен оңайлықпен бас тарта алмады. Бірнеше күннен кейін Сапар ауылға барып қайтуға шешім қабылдады. Күннар оны көргенде қуанып кетті. Қалада қалай? Жақсы. Оқуым ше? Жақсы. Күннар ағасына қарап. Бірақ өзім біртүрлісің. Неге? Біреуді сағынып жүрсің бе? Сапар күліп. Қайдан білесің? Ағаңды танымайсың ба? Сапар үнсіз қалды. Күннар. Кім? Сапар біраз ойланып. Жамал апайды көрдім. Күннардың жүзі бірден өзгерді. Шын ба? Иә. Қайдан? Оның қызы менің сыныптасым болып шықты. Әлия ма? Сапар таң қалды. Сен оның атын қайдан білесің? Жамал апайдың қызының аты Әлия екенін өзім айтқансың ғой. Сапар күлімсіреді. Күннар біраз үнсіз отырып, аға, не? Сен оны әлі де ұнатасың ба? Сапар жауап бермеді. Күннар басын төмен түсіріп, бала кезінде де сол кісіні қатты жақсы көретінсің. Сапар, ол кезде мен бала едім. Қазір ше? Сапар күрсінді. Қазір өзін де білмеймін. Арада бірнеше күн өтті. Сапар қалаға қайта оралды. Ол Әлиямен кездесіп, бәрін ашық айтуды шешті. Әлия, сөйлесейік. Жарайды. Мен саған өтірік айтқым келмейді. Әлия үндемей тыңдады. Мен сенің анаңды бала кезінен білемін. Оны қайта көргенде бұрынғы сезімдерім оралды. Әлияның көздері жасаурады. Мен соны сездім. Бірақ мен сені де ренжіткім келмейді. Әлия біраз уақыт үнсіз отырды. Сапар. Иә. Сен мені шынымен ұнатасың ба? Сапар жауап беруге қиналды. Иә. Ал ананды? Сапар көзін төмен түсірді. Әлия басын шайқады. Мен саған бір нәрсе айтайын. Айт. Егер сен анама жақшын болу үшін ғана менімен бірге болғың келсе, мен оған жол бермеймін. Сапардың жүрегі ауырды. Мен сені пайдаланғым келмейді. Бірақ сенің ойында сондай нәрсе бар. Сапар үнсіз қалды. Әлия орнынан тұрды. Маған уақыт керек. Ол кетіп қалды. Сапар жалғыз қалды. Сол кеште Жамал қызының көңілсіз отырғанын көрді. Әлия, не болды? Қыз біраз уақыт үндемеді. Сосын, апа, Сапар мені шынымен жақсы көре ме? Жамалдың жүрегі ауырды. Неге олай сұрадым? Ол сізді жақсы көреді. Жамал бірден, Әлия, мен бәрін көріп жүрмін. Жамал қызының қолынан ұстады. Сапардың саған деген сезімі шын болуы мүмкін. Ал сізге дегені? Жамал жауап бере алмады. Әлия көз жасын сүртіп, мен сізге ренжіп тұрған жоқпын. Қызым, бірақ мен оның сізге бала кезінен ғашық болған енді түсіндім. Жамал көзін жұмды. Ол кезде ол бала еді. Қазір ше? Жамал ұзақ үнсіз қалды. Қазір ол өз шешімін өзі қабылдайтын ер азамат. Келесі күні Сапар Жамалға келді. Бұл жолы Жамал оны бұрынғыдай қарсы алмады. Кел. Сапар ішке кірді. Әлия қайда? Туыстарына кеткен. Сапар үндемеді. Жамал оған, сен бір шешім қабылдауың керек. Қандай? Өткеніңмен өмір сүресің бе,
Әлде алдыңа қарай жүресің бе? Сапар. Егер мен өткенімді ұмытқым келмесе ше? Ұмытпа. Ал сіз ше? Жамал оның көзіне тура қарады. Мен өткенім болып қалуым мүмкін, бірақ сенің болашағың бола алмаймын. Сапардың жүрегі ауырды. Жамал. Әлияны ренжітпе. Сіз мені не істеуге мәжбүрлемейсіз бе? Жоқ. Онда өзім шешемін. Сапар есікке қарай бет алды. Жамал артынан. Сапар. Ол тоқтады. Не? Жамал біраз үнсіз тұрып. Сен бала кезінде маған бір нәрсе айтқансың. Не айттым? Сізді ешқашан ұмытпаймын дегенсің. Сапардың көзіне жас келді. Ұмытқан жоқпын. Оны білемін. Онда неге менен кетуіңді сұрайсыз? Жамал. Өйткені кейде адам біреуді жақсы көрген үшін емес, оның бақытты болған қалаған үшін алыстау керек. Сапар үнсіз есіктен шықты. Ал Жамал терезенің алдында ұзақ тұрып қалды. Сол сәтте ол, сонау 1942 жылғы кішкентай Сапарды қайта көргендей болды. Қолында бір үзім нан. Көзінде баланың үміті, ал енді оның алдында сол баланың ер жеткен нұсқасы тұр еді. Сапар сол күні Жамалдың үйінен шыққан соң бірден жатақханаға қайтпады. Қаланың көшелерімен ұзақ жүрді. Бір көшеден екіншісіне өтті. Адамдар жанынан өтіп жатты. Дүкендер жабылып жатты. Трамвайлар жүрбет жатты. Бірақ Сапар ешқайсына мән бермеді. Оның ойында Жамалдың соңғы сөзі ғана тұрды. Кейде адам біреуді жақсы көрген үшін емес, оның бақытты болғанын қалаған үшін алыстауы керек. Сапар бұл сөзді қабылдағысы келмеді. Өйткені ол Жамалды қайта тапқан. Бала күннен бері жүрегінің бір бұрышында сақталған адам енді алдында тұр. Қалай ғана қайтадан одан алыстамақ? Бірақ Әлияны да ойлады. Әлия оған ешқашан жамандық жасаған емес. Оның үстіне Сапар алғаш рет өз сезімінің екі түрлі екенін түсіне бастады. Жамалға деген сезімі өткен жылдардан қалған, бала кезінен өшпеген сағыныш еді. Ал Әлияға деген сезімі енді ғана қалыптасып келе жатқан, болашаққа қарай жетелейтін сезім болатын. Бірақ ол мұны бірден түсініп үлгермеді. Ертеңіне Сапар сабаққа бармады, келесі күні де бармады. Үшінші күні ғана оқу орнына келді. Әлия оны көргенде ештеңе айтпады. Сапар да бірден қасына барған жоқ. Сабақ аяқталғанша екеуі бір-бірімен сөйлеспеді. Сабақтан кейін Әлия сыртқа шыққанда Сапар артынан барды. Әлия? Қыз тоқтады. Не болды? Сен мен сөйлескім келеді. Тыңдап тұрмын. Сапар біраз уақыт үнсіз тұрды. Мен сенің анаңмен сөйлестім. Әлияның жүзі өзгерді. Не деді? Ол менің саған үйленуімді қалайды деп ойламаймын. Мен де. Бірақ мен бір нәрсені түсіндім. Нені? Сапар оған тура қарады. Мен анаңды өткенім ретінде жақсы көремін. Әлия үндемеді. Ал сені... Сапар сөзін аяқтай алмай қалды. Әлия. Мені не? Сені болашағым ретінде көргім келеді. Әлияның көзінде жас пайда болды. Бұған сенімдісің бе? Иә. Ал ертең қайтадан анама қарап өзгеріп кетпейсің бе? Жоқ. Қалай сенемін? Сапар ақырын. Сенбесең де болады. Мен саған сөзбен емес, ісіммен дәлелдеуге тырысамын. Әлия біраз үнсіз тұрды. Маған уақыт керек. Күтемін. Сапар сол уақыттан бастап Әлияға қысым жасамады. Ол бұрынғыдай сабаққа бірге дайындалатын, бірақ енді Жамал туралы сөз қозғамайтын. Әлия да біртіндеп оның шын өзгергенін байқай бастады. Сапар анасына емес, өз-өзіне көңіл бөліп жүргенін көрді. Бір күні Әлия. Сапар? Иә. Мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Айта бер. Мен саған әлі де ренжулімін. Сапар күлімсіреді. Оны білемін. Бірақ саған сенгім келеді. Сапар басын изеді. Рахмет. Арада бірнеше ай өтті. Сапар оқуын аяқтап ауылға қайтатын уақыт жақындады. Ол Әлияға. Мен әкеме барып бәрін айтқым келеді. Нені? Үйленгім келетінін. Әлия таң қалды. Қазір ме? Иә. Сен асықпайсың ба? Жоқ. Әлия жымиып. Онда бірге барайық. Ауылға келгенде Сапардың әкесі баласының сөзін үнсіз тыңдады. Қыздың аты кім? Әлия. Қай ауылдан? Сапар ауылын айтты. Әкесі бір сәт ойланып қалды. Әлияның анасы кім? Сапар. Жамал.
Әкесінің жүзі бірден өзгерді. Сапар мұны байқап қалды. Әке, сіз Жамалды танисыз ба? Әкесі жауап бермеді. Танисыз ба? Біраз уақыттан кейін ғана. Иә. Қайдан? Әкесі терең күрсінді. Соғыс кезінде танығанмын. Сапардың жүрегі дүрсілдеп кетті. Қалай? Әкесі орнынан тұрып ескі сандықтың қасына барды. Сандықтың ішінен бірнеше ескі қағаз алып шықты. Мынаны саған баяғыда айтуым керек еді. Сапар қағаздарға қарады. Олардың арасында соғыс жылдарындағы хаттар бар екен. Бұл не? Жамалдың күйеуіне қатысты құжаттар. Сапардың қабағы түйілді. Неге сізде? Әкесі біраз үнсіз отырды. Өйткені соғыстан кейін оның күйеуінің қайда кеткенін анықтауға көмектескен адамдардың бірі мен едім. Сапар, ол кісі шынымен қайтыс болды ма? Әкесі басын изеді. Иә. Сапар үнсіз алды. Содан кейін әкесі тағы бір қағазды қолына алды. Бірақ бұл жерде сен білмейтін нәрсе бар. Қандай? Жамалдың күйеуі қайтыс болғанға дейін бір хат жазған. Сапар қағазға қарады. Не туралы? Әкесі. Ол хатта Жамалға қызы Әлияны кімге сеніп тапсыру керектігін жазған. Сапардың жүрегі дүрсілдеп кетті. Кімге? Әкесі жауап берместен бұрын есік сыртынан Күлнардың дауысы естілді. Аға! Сапар орнынан тұрды. Не болды? Күлнар есіктен кіріп. Саған жедел хат келді. Сапар жедел хатты алды. Оны ашып оқығанда жүзі өзгеріп кетті. Жамал ауылға кетіп бара жатқан екен. Ал оның Сапарға айтатын бір ғана сөзі бар екен. Мен саған шындықты айтуға дайынмын. Сапар жедел хатты қолында қысып ұстап тұрды. Әлия оның жүзіне қарап. Не болды? Сапар бірден жауап бермеді. Өйткені осы уақытқа дейін өзі іздеп келген өткен өмірінің есігі енді қайта ашылғалы тұрған еді. Сапар жедел хатты қайта оқыды. Сапар, мен саған шындықты айтуға дайынмын. Осы бір ғана сөйлем оның көңілін мазасыздандырып жіберді. Не болды? Деп тағы сұрады Әлия. Сапар жедел хатты оған көрсетті. Әлия оқып болып біраз үнсіз тұрды. Анам не айтқысы келіп жүр? Білмеймін. Сен баруың керек. Ал сен? Мен де барам. Сапар оған қарады. Әлия, бұл сенің анаң. Сондықтан мен де білуім керек. Әкесі де әңгімені естіп отырған. Барсаңдар, деді ол ақырын. Бірақ Жамалдың айтатын сөзін соңына дейін тыңдаңдар. Сапар әкесіне қарады. Сіз бір нәрсені менен жасырып отырсыз. Әкесі жауап бермеді. Әке, кейін айтамын. Қашан? Бәрін өзім айтуым керек болған кезде. Сапар бұл жауапқа қанағаттанбады, бірақ басқа амал жоқ еді. Ертеңіне Сапар мен Әлия жолға шықты. Жол бойы екеуі көп сөйлеспеді. Әлия терезеге қарап отырды. Сапардың ойында да сан түрлі сұрақ болды. Жамал не айтпақ? Неге дәл қазір? Әкесі неге Жамалдың күйеуі туралы сонша көп біледі? Ал ең бастысы, неге осының бәрі соғыс жылдарынан басталады? Кешке олар ауылға жетті. Жамал сол жерде екен. Ол ескі үйдің алдында жалғыз отырды. Сапарды көргенде орнынан тұрды. Келдің бе? Иә. Жамал Әлияға қарады. Сен де келдің бе? Иә, апа. Жамал қызын құшақтады. Содан кейін. Екеуіңді ішке кіріңдер. Мен сендерге көп жылдан бері ішімде сақтап жүрген нәрсені айтуым керек. Үшеуі үйге кірді. Жамал үстелдің үстіне ескі сандық қойды. Сандықты ашқанда ішінен бірнеше хат, сурет және ескі матаға оралған бір бума қағаз шықты. Әлия. Бұлар не? Жамал. Соғыс кезінен қалған заттар. Сапардың жүрегі соғып кетті. Жамал бір хатты қолына алды. Бұл сенің әкеңе қатысты хат емес, Сапар. Сапар таңғалды. Менің әкеме ме? Иә. Неге? Жамал хатты үстелге қойды. Себебі сенің әкең менің өмірімде бір рет емес, бірнеше рет кездескен. Сапардың жүзі өзгерді. Қалай? Жамал терең дем алды. Сен 13 жаста болған кезінде мен саған бәрін айта алмадым. Нені? Сенің әкең майданға кеткеннен кейін маған бір хат жіберген. Сапар үнсіз қалды. Ол хатта сен туралы жазылған. Мен туралы? Иә. Жамал ескі қағазды ашты. Сенің әкең сенің өте ерте есейіп кеткеніңді білген. Ол Күлнар екеуінің жалғыз қалғандарында уайымдайтын. Сапардың көзіне жас толды. Неге маған бұл туралы ешкім айтпады? Өйткені ол хатты мен ұзақ уақыт сақтап жүрдім. Әлия анасына қарасып.
Апа, тағы не бар? Жамал қызын қолынан ұстады. Сенің әкең туралы да шындық бар. Әлия қатып қалды. Әкем туралы? Иә. Бірақ сіз ол кісі соғыста қайтыс болды дедіңіз ғой. Қайтыс болды. Онда қандай шындық? Жамал біраз үнсіз отырды. Сенің әкеңнің соңғы хаты бізге жетпей қалған. Қалай? Оны басқа біреу алып келген. Сапар бірден. Кем? Жамал оның көзіне тура қарады. Сенің әкеңнің жақын досы. Ол адам қазір қайда? Ауылда тұрған. Сапар орнынан қозғалып кетті. Кім? Жамал жауап бермей тұрып, сырттан біреудің есік қаққаны естілді. Үшеуі де бірдей бұрылды. Жамалдың жүзі өзгеріп кетті. Бұл кім? Деді Әлия. Жамал ақырын ғана. Мен сендерге айтып үлгермеген адам. Есік ашылды. Босағада жасы 70-тен асқан қарт тұрды. Сапар оны көргенде бірден танымаса да, қарт оның әкесінің атын атады. Сапардың баласы сенсің бе? Сапар. Иә. Қарт ішке кірді. Оның қолында ескі қара сөмке бар еді. Мен сенің әкеңмен соғыста бірге болдым. Сапар оған жақындады. Сіз әкемді білесіз бе? Өте жақсы білдім. Онда неге осы уақытқа дейін ештеңе айтпадыңыз? Қарт Жамалға қарады. Жамал көзін төмен түсірді. Қарт ауыр күрсінді. Өйткені бұл құпияны ашатын уақыт әлі келген жоқ еді. Сапардың дауысы қатқыл шықты. Қандай құпия? Қарт сөмкесін үстелге қойды. Сенің әкеңнің соңғы аманаты. Сапардың жүрегі дүрсілдеп кетті. Қарт сөмкені ашып, ішінен кішкентай ғана ағаш қорап шығарды. Қораптың ішінде ескі сақина мен бүктелген хат жатты. Қарт хатты Сапарға ұсынды. Мұны әкең маған соғыстың соңғы күндерінде берген. Сапар қолын созып хатты алды. Бірақ ашуға батылы жетпеді. Не жазылған? Қарт. Оны өзің оқуың керек. Сапар хатты баяу ашты. Бірнеше жолды оқығаннан кейін оның жүзі бозарып кетті. Әлия. Не жазылған? Сапар жауап бере алмады. Жамал көзін жұмды. Өйткені ол хаттың ішінде не бар екенін бұрыннан білетін. Сапар ақырында. Әке, менің болашағым туралы жазыпты, деді. Әлия. Не деп? Сапар хатты қолына қысып. Ол менің ешкімнің өткеніне байланып қалмай, өз өмірімді құруымды қалаған. Жамалдың көзінен жас ақты. Сапар оған қарады. Сол сәтте ол әкесінің не айтқысы келгенін түсінгендей болды. Бірақ хаттың соңында тағы бір ғана сөйлем бар еді. Сапар оны оқығанда жүрегі тоқтап қалғандай болды. Егер бір күні Сапар Жамалды қайта кездестірсе, оған менің оған алғысым бар екенін айт. Сапар басын көтерді. Неге әкем сізге алғыс айтқан? Жамал жауап бере алмай отырды, сосын ақырын. Өйткені соғыс кезінде сендерге көмектескен адам мен ғана емес едім. Сапар. Тағы кім? Жамал қартқа қарады. Қарт көзін төмен түсірді. Ал Әлия анасының қолын ұстап. Апа, бәрін айтыңызшы. Жамал ұзақ үнсіздіктен кейін. Жақсы. Енді жасыратын ештеңе қалған жоқ. Ол үстелдегі ескі суретті алды. Суретте соғысқа дейінгі ауыл тұр. Бір шетінде Жамал, жанында оның күйеуі. Ал сәл әріректе Сапардың әкесі тұр еді. Сапар суретке ұзақ қарап қалды. Олар бір-бірін соғысқа дейінде таныған ба? Жамал басын изеді. Иә. Бөлмеде үнсіздік орнады. Сапар суреттен көзін ала алмады. Өйткені енді оның бала күніндегі Жамал туралы түсінігі ғана емес, өз әкесінің өмірі туралы түсінігі де өзгере бастаған еді. Сапар суретті қолынан сүріп ала жаздады. Суретте оның әкесі тұр. Жанында Жамалдың күйеуі, ал олардың қасында жас Жамал. Үшеуі де соғыс басталмай тұрған кездерде түскен сурет екені көрініп тұр. Сапар суретке қайта-қайта қарады. Әкем сіздерді қайдан білген? Жамал ауыр күрсінді. Біз бір ауылда өстік. Сонда сіздер соғысқа дейін таныс болғансыздар ма? Иә. Неге мен оны білмеймін? Өйткені ол туралы көп нәрсе айтылған жоқ. Сапар орнынан тұрып кетті. Неге? Жамал бірден жауап бере алмады. Өйткені кейбір нәрсені өткенде қалдырған дұрыс деп ойладық. Бірақ менің әкем ғой ол. Білемін. Мен оның өмірін білуге құқылымын. Жамал басын изеді. Дұрыс айтасың. Ол біраз үнсіз отырып,
Сенің әкең менің күйеуіммен өте жақын дос болған. Соғыс басталғанда, екеуі де бірге майданға аттанды. Ал сіз ауылда қалдыңыз. Иә. Күйеуіңізден хат келетін. Кейде. Сапар. Ал әкемнен? Сирек. Неге? Жамалдың көзіне жас келді. Өйткені соғыста хаттың өзі үлкен нәрседі. Бір хат бірнеше ай жүріп жететін. Әлия да үнсіз тыңдап отырған. Ол осы әңгімені алғаш рет естіп тұрды. Апа, сіз неге мұның бәрін маған айтпадыңыз? Жамал қызына қарап. Сен кішкентай едің. Қазір кішкентай емеспін. Білемін. Сапардың ойына бір нәрсе келді. Сіз неге бізге соғыс кезінде көмектестіңіз? Жамал. Әкең сұраған. Сапардың жүрегі дүрс етті. Қалай? Ол бір хатында сендер туралы жазған. Егер мен қайтпасам, балаларға қолынан келгенше көмектес деген. Сапар үнсіз қалды. Сонда мені базарда көргенде, сенің кім екеніңді білдім. Сіз менің Сапар екенімді білдіңіз бе? Иә. Ал мен оны білмедім. Жамал жымиып. Сен ол кезде бала едің. Сапар басын төмен түсірді. Енді оның бала күніндегі көптеген нәрсе өз орнына келе бастады. Жамалдың оған нанды тегін беруі, Күлнарды үнені сұрауы, олардың жағдайын білуі. Бәрінің себебі бар екен. Бірақ Сапардың көкейінде тағы бір сұрақ тұрды. Әкем сізге неге алғыс айтқан? Жамал біраз үнсіз отырды. Өйткені соғыстың ең ауыр кезінде Күлнар қатты ауырып қалды. Сапардың жүрегі шым етті. Күлнар ма? Иә. Мен оны есіме түсірмеймін. Сен кішкентай болдың. Жамал жалғастырды. Сол кезде ауылда дәрі жоқ еді. Мен оны алданға апаруға көмектестім. Егер сол кезде уақытында жеткізбесек, ол сөзін аяқтамады. Сапардың көзіне жас келді. Мен мұны білмеппін. Білуің міндет емес еді. Сол күні кешке Сапар жалғыз сыртқа шықты. Ауылдың аспаны бұрынғыдай, бірақ оның жүрегіндегі сезім мүлдем басқа еді. Ол бала кезінде Жамалды неге сонша ерекше көргенін енді түсінгендей болды. Жамал оған тек нан берген әйел емес. Ол оның және Күлнардың ең қиын жылдарында қолдау көрсеткен адам еді. Сапардың бала жүрегінде қалған сезімнің негізінде сол мейірім жатқан. Ал жылдар өткен соң қайта кездескенде сол естелік қайта оянған. Бірақ енді Сапар оның мәнін түсінетін жақ екен. Әлия сыртқа шықты. Сапар, иә? Сен анамды бұрынғыдан да жақсы түсінген шығарсың. Сапар басын изеді. Иә. Ал мен ше? Сапар оған қарады. Сен туралда көп нәрсені түсіндім. Нені? Сен анаңның қызы ғана емессің. Әлия жымиып. Бұл не деген сөз? Сен өзіңнің жеке өмірі, арманы, мінезі бар адамсың. Әлия біраз үнсіз қалды. Ал сенің шешімің қандай? Сапар ойланып. Мен өткенді құрметтеймін. Ал болашақты? Оны сенің қасында құрғым келеді. Әлияның көзіне жас толды. Бұл жолы шын айтып тұрсың ба? Иә. Анама байланысты емес пе? Жоқ. Сапар бір сәт үнсіз тұрып. Бала кезіндегі сезімді мен көп жыл бойы махаббат деп ойлаппын. Бірақ қазір оның ішінде сағыныш, алғыс, құрмет көп болғанын түсіндім. Әлия оның сөзін үнсіз тыңдады. Ал саған деген сезімім басқа. Қандай? Сенмен бірге өмір сүргім келеді. Әлия басын төмен түсіріп жымиып қойды. Бірақ олардың әңгімесін алыстан бір адам бақылап тұрған. Бұл Сапардың әкесі еді. Ол біраз уақыттан кейін баласының жанына келді. Сапар. Иә, әке. Жамал саған бәрін айтты ма? Көп нәрсені. Әкесі күрсінді. Бірақ бір нәрсе әлі айтылған жоқ. Сапардың жүзі өзгерді. Тағы не бар? Әкесі біраз үнсіз тұрды. Сенің Жамалға деген сезімінің себебі тек балалық шақ емес. Нені айтқыңыз келіп тұр? Оны Жамалдың өзі айтуы керек. Әке, тағы қандай құпия бар? Әкесі жауап бермеді, тек ертең таңертең Жамалмен жеке сөйлес деді. Келесі күні Сапар Жамалдың алдына келді. Сізге әкем тағы бір нәрсе бар деді. Жамал оның көзіне қарап. Иә. Не? Жамал ұзақ уақыт үндемеді. Сосын сандықтың түбінен тағы бір хат алды. Бұл хаттың сыртында бір ғана есім жазылған еді. Сапарға. Сапардың қолы дірілдеп кетті. Бұл кімнен? Жамал. Сенің әкеңнен.
Сапар хатты алды. Неге осы уақытқа дейін бермедіңіз? Жамалдың көзіне жас келді. Өйткені бұл хатты оқысаң, мен туралы ғана емес, өзім туралы да көп нәрсені білесің. Сапар хатты ашты. Бірінші жолды оққан кезде оның жүзі өзгерді. Ол бірнеше секунд бойы үнсіз отырды. Содан кейін Жамалға қарады. Неге? Жамал жауап бермеді. Сапар хатты қайта оқыды. Ал хатта оның әкесі соғысқа аттанар алдында Сапардың өміріне қатысты ешкімге айтпаған бір өтінішін жазып біткен еді. Бұл өтініш Жамалдың бірнеше жыл бойы не үшін Сапардан алыстауға тырысқанын түсіндіретін. Сапар хатты қолында ұстап ұзақ отырды. Ал Жамал болса, енді сен бәрін білдің деді. Сапар басын көтерді. Жоқ, мен әлі ештеңені түсінген жоқпын. Жамал терезеге қарап, онда мен саған бәрін басынан бастап айтып берейін. Жамал біраз уақыт үнсіз отырды. Сапар оның жүзінен көз алмай, бәрін басынан бастап айтыңызшы деді. Жамал терең дем алды. Сенің әкең мен менің күйеуім соғысқа бірге кеткенін білесің? Иә. Бірақ олардың майданға кетер алдындағы соңғы күндерін білмейсің. Сапар үндемеді. Сол кезде сен 13 жаста едің. Күлнар одан да кішкентай болатын. Сен әкеңді қатты күтетінсің. Әр хат келген сайын қуанып кететінсің. Иә. Ал сенің әкең бір күні маған жеке келді. Не деді? Жамал көзін төмен түсірді. Егер мен қайтпасам, балаларымды қараусыз қалдырма деді. Сапардың көзіне жас келді. Ол мұны сізден неге сұрады? Өйткені мен сендерге көмектесе алатынымды білдім. Бірақ бұл жерде тағы бір нәрсе бар ғой. Жамал басын изеді. Бар. Ол хатты Сапардың алдына қойды. Әкең сен туралы ерекше уайымдаған. Сапар хатты қайта қолына алды. Жамал ақырын. Ол сенің бала кезінен бір адамға қатты бауыр басқанымды да білген. Сапардың жүрегі дүрс етті. Кімге? Жамал оның көзіне қарады. Маған. Сапар үнсіз қалды. Әкең сенің мені жақсы көретінді байқаған. Ол қайдан білді? Сенің базарға күнде келетініңді көрген. Бір күні тіпті мағаған, балам сізді ерекше жақсы көреді екен деген. Сапардың бетіне әлсіз күлкі үйірілді. Әкем оны білген екен ғой. Иә. Сонда ол не деді? Жамалдың жүзі мұңайды. Ол өскенде бұл сезімнің не екенін өзі түсінеді. Бірақ оны өткенге байлап қоймаңыз деді. Сапардың күлкісі жоғалды. Сондықтан сіз менен алыстадыңыз ба? Иә. Неге? Өйткені сен бала едің, Сапар. Сенің жүрегіңдегі сезімді өзімше пайдаланып кеткім келмеді. Сапар басын төмен түсірді. Жамал жалғастырды. Сен кеткеннен кейін де мен сен туралы сұрақ жүрдім. Күлнардың жағдайын біліп отырдым. Бірақ саған өзім туралы көп айтқым келмеді. Неге қайта кездескенде мені үйге кіргіздіңіз? Жамал жымиып. Өйткені сол кезде сен бала емес едің. Сапар үнсіз қалды. Мен сені көргенде бірден таныдым. Бірақ жүрегімде ең алдымен бала кезіндегі бейнең тұрды. Ал менше, сен мені бұрынғыдай көрдім. Иә. Бірақ өмір сенің сезіміңді өзгертуге мүмкіндік беру керек еді. Сапар хатқа қайта қарады. Әкемнің соңғы өтініші осы ма? Жамал басын шайқады. Ең маңыздысы әлі соңында. Сапардың жүрегі тағы да дүрсілдеді. Қандай? Жамал хаттың соңғы бөлігін көрсетті. Сапар баяу оқи бастады. Әкесі оған болашақта қандай адам болу керектігін жазған. Біреуге деген алғысты махаббатпен шатастырмауды, өткенді құрметтеуді, бірақ өз өмірін өзі таңдауды. Сапар хатты оқып болған соң ұзақ үнсіз отырды. Әкем мені менен де жақсы білген екен. Жамал жымиып. Ол сенің жүрегіңнің таза екенін білетін. Сол күні Сапар Жамалдың үйінен шыққанда көңілі бұрынғыдай ауыр емес еді. Ол алғаш рет өткеніне басқа көзбен қарады. Бала күнінде Жамалды жақсы көргені үшін өзінен ұялатын ештеңе жоқ еді. Өйткені ол сезімнің ішінде баланың сағынышы, жалғыздық, мейірімге деген қажеттілік бар болатын. Ал қазір ол ер жеткен. Өз өмірін өзі құратын уақыт келген. Сапар Әлияны ауыл сыртындағы төбенің қасынан тапты. Әлия жалғыз отыр екен. Сен мұнда не істеп жүрсің? Сені күттім. Мен көп нәрсені ойладым. Әлия оған қарады. Ананмен сөйлестің бе? Иә. Не деді? Сапар жанына отырды. Бәрін түсіндім. Нені? Менің бала кезіндегі сезімім мен қазіргі сезімім екі бөлек екен. Әлия үнсіз тыңдады. Анаң менің өткенімнің бір бөлігі.
Ал мен? Сапар оған қарап. Сен менің болашағым бола аласың. Әлияның көзінен жас шықты. Бола аласың емес. Сапар жымиып. Сен менің болашағым болғың келе ме? Әлия біраз үнсіз қалды. Сосын басын изеді. Иә. Сапар оның қолын ұстап. Онда мен сені ешқашан анаңмен салыстырмаймын. Әлия күлімсіреді. Мен де сені өткенің үшін кінәламаймын. Екеуі ұзақ үнсіз отырды. Бірақ ауылға қайтқанда оларды күтпеген Жамал күтіп тұрды. Жамал үйде жоқ екен. Күлнар. Апаң алдаңа кетіпті деді. Не болды? Бір хат келген. Қандай хат? Білмеймін, бірақ кетер алдында Сапар келгенде оған менің артынан бармауын айт деді. Сапардың көңілі алаңдап кетті. Неге? Күлнар иығын көтерді. Білмеймін. Сапар Жамалдың бөлмесіне кірді. Үстел үстінде бір ғана хат жатты. Оның сыртында Сапарға деп жазылған. Сапар хатты ашты. Бұл жолы хат Жамалдың өз қолымен жазылған еді. Сапар, сен енді бәрін түсіндің. Мен сенің өміріңе кедергі болғым келмейді. Әлия екеуің бақытты болыңдар. Менің саған айтар соңғы сөзім, бала кезіндегі уәдеңді ұмытпа. Сен мені ұмытпаймын деген едің. Оны ұмытпау деген менің қасында қалу емес. Менің саған берген мейірімімді өмір бойы жақсы адам болуға жұмсау. Сапар хатты оқып болған соң көзін жұмды. Әлия оның жанына келді. Анам кетіп қалды ма? Иә. Қайда? Білмеймін. Сол сәтте сырттан ат арбаның дыбысы естілді. Екеуі терезеге қарады. Жолдың ар жағында Жамалдың арбасы алыстап бара жатты. Сапар есікке қарай ұмтылды. Бірақ бірнеше қадамнан кейін тоқтап қалды. Ол Жамалды шақырмады. Өйткені бұл жолы ол оның артынан жүгіру емес, оның таңдауын құрметтеу керек екенін түсінді. Жамал артына бір рет бұрылып қарады. Сапар алыстан көрініп тұрды. Екеуі бір-біріне үнсіз қарады. Жамал қолын жай ғана көтерді. Сапар да басын изеді. Сосын арба алыстап кетті. Әлия Сапардың қасына келді. Қатты қиналып тұрсың ба? Сапар біраз үнсіз тұрып. Иә. Өкінесің бе? Сапар басын жайқады. Жоқ. Неге? Сапар алыстап бара жатқан арбаға қарап. Өйткені кейбір адамдар біздің өмірімізге бірге қалу үшін емес, бізді өзгерту үшін келеді. Олар ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Ал алыста Жамалдың арбасы көзден ғайып болды. Бірақ оның Сапардың бала күнінде қалдырған ізі ешқашан өшпеді. Жамал кеткеннен кейін Сапар бірнеше күн бойы өзін біртүрлі сезінді. Ол бұрынғыдай сабаққа барып жүрді. Әлиямен сөйлесті. Әкесімен шаруаларын ақылдасты. Бірақ кейде ойы еріксіз сонау соғыс жылдарына қайтып кететін. Базардағы кішкентай ғана үстел, нанның иісі, Күлнардың жанында тұрған кездері. Ал Жамалдың алыстан күлімдеп қарайтыны. Сапар енді ол күндерді бұрынғыдай өкінішпен емес, алғыспен еске алатын. Бір күні Әлия, ананнан хат келді деді. Сапар бірден оған қарады. Қайдан? Басқа ауданнан. Не депті? Әлия хатты ашып оқи бастады. Жамал өзінің жағдайының жақсы екен, алаңдамауларын жазыпты. Бірақ хаттың соңында Сапарға арналған бір сөйлем бар екен. Сапарға айт. Мен оның бақытты болғанын қалаймын. Сапар бұл сөзді естігенде біраз үнсіз қалды. Анаң аман болса болды. Әлия, сен оны сағынасың ба? Сапар жымиып. Әрине. Мен де. Күз келді. Ауылдың тіршілігі қайтадан өзгерді. Сапар оқуын аяқтауға жақындады. Әлия екеуі болашақтарын жоспарлай бастады. Олар үлкен қалаға көшіп, жұмыс істеп, өз үйлерін құруды армандады. Бірақ Сапардың әкесі бір күні, балам, үйленуге асықпа деді. Сапар таң қалды. Неге? Сен өмірімді жақсылап ойла. Мен ойладым. Әлияны жақсы көресің бе? Иә. Әкесі басын изеді. Онда мен қарсы емеспін. Сапар қуанып кетті. Рахмет әке. Бірақ бір нәрсені есінде сақта. Не? Үйлену деген тек бір-біріңді жақсы көру емес, бір-біріңнің өткенінде көтере білу. Сапар бұл сөздің мағынасын жақсы түсінді. Өйткені Әлияның өткенінде Жамал бар еді. Ал оның өз өткенінде де Жамал бар. Бірнеше айдан кейін Сапар мен Әлияның үйлену тойы өтті. Үлкен той жасалмады. Соғыс жылдарынан кейін елдің жағдайы әлі де омалып келе жатқан. Сондықтан жақын туыстар ғана жиналды. Күлнар қуаныштан жылап жүрді. Әкесі баласының иығынан қағып. Енді өз үйіңнің иесі бол деді. Сапар күлімсіреді. Бірақ оның көзі есік жақта болды.
Ол бір адамды күтті. Жамал келмеді. Той аяқталуға жақын қалғанда Әлияға бір әйел келіп, «Мынау саған» деді. Қолында кішкентай ғана оралған зат бар екен. «Кім берді?» «Жолай келген бір кісі қалдырып кеткен». Әлия ораманы ашты. Ішінен ескі күміс білезік шықты. Әлия бірден таныды. «Бұл анамдікі». Сапардың жүрегі дір етті. Білезіктің астында кішкентай қағаз бар екен. Әлия қағазды ашты. «Қызым, осыны өзіңе қалдырдым. Анаңның жолын емес, өз жолыңды таңда. Бақытты бол». Әлия жылап жіберді. Сапар оның жанына келіп, «Апаңның батасы екен». Әлия басын изеді. Жылдар өте берді. Сапар мен Әлия қалада өз өмірлерін бастады. Алғашқы жылдары оңай болған жоқ. Кейде ақша жетпеді, кейде жұмыстан шаршап келетін. Бірақ екеуі бір-бірін қолдады. Сапар Әлияның оқуын жалғастыруына көмектесті. Әлия да Сапардың жұмысын қолдады. Бір күні олардың шаңырағында сәби дүниеге келді. Сапар баласын қолына алған кезде ұзақ үнсіз тұрды. Ол өз балалығын есіне алды. Соғыс, жоқшылық, әкесін күткен күндер, Жамалдың базардағы бейнесі. Сол сәтте ол бір нәрсені түсінді. Өмір кейде адамға жоғалтқанын басқа жолмен қайтарады. Арада 10 жыл өтті. Сапар мен Әлияның отбасы үлкейіп келе жатты. Күлнарда жиі келіп тұрататын. Бір күні пошташы олардың үйіне хат әкелді. Хаттың сыртында Жамалдың аты жазылған. Сапар хатты қолына алып ұзақ тұрды. «Ашпайсың ба?» деді Әлия. Сапар: «Ашамын». Хаттың ішінде Жамал өзінің басқа қалада тұратынын, денсаулығының жақсы екенін жазыпты. Соңында: «Сапар, сен бала кезінде менен бір нәрсе сұраған едің. Сізді тағы көрем бе дегенсің. Уәдеңді ұмытқан жоқпын. Егер тағдыр мүмкіндік берсе, бір күні қайта кездесерміз». Сапар хатты бірнеше рет оқыды. Әлия: «Барып көресің бе?» Сапар біраз ойланып: «Барамын». «Мен де барайын ба?» «Егер өзім қаласам». Әлия жымиып: «Бұл жолы мен де анамды көргім келеді». Бірнеше күннен кейін олар жолға шықты. Жамал тұратын қалаға жеткенде Сапардың жүрегі қатты соқты. Ол өзін тағы да 13 жасар бала сияқты сезінді. Бірақ бұл жолы жанында Әлия бар. Екеуі көрсетілген үйдің алдына келді. Сапар есікке жақындап, қолын көтерді. Бір сәт тоқтап қалды. Сосын есікті қақты. Іштен таныс дауыс естілді. «Кім?» Сапар көзін жұмып: «Менмін». Есік ашылды. Жамал босағада тұрды. Ол Сапарға ұзақ қарады. Сосын Әлияны көріп, көзіне жас алды. «Қызым». Әлия анасын құшақтады. Сапар артта үнсіз тұрды. Жамал оған қарап: «Сен де келдің бе?» Сапар жымиып: «Уәдеңіз есімізде ме?» Жамал күлімсіреді: «Есімде. Мен де ұмытпадым». Жамал басын изеді. Бұл жолы олардың кездесуінде бұрынғыдай ауыр сезім жоқ еді. Тек өткенге деген сағыныш пен бір-біріне деген шынайы алғыс бар болатын. Ал Сапар сол сәтте өзінің бала кезіндегі сезінінің мәнін толық түсінді. Ол Жамалды жоғалтудан қорыққан. Өйткені соғыс жылдарында оның өмірінде мейірім көрсеткен адамдар өте аз болған. Жамал сол адамдардың бірі еді. Сондықтан ол әйелді жүрегінде сақтап қалған. Бірақ уақыт өте келе Сапар өзінің шын бақытының қайда екенін тапты. Ол Әлияның жанын деді. Жамал үшеуін үйге кіргізді. Үйдің іші өте қарапайым еді. Терезе алдында бірнеше гүл тұр. Қабырғада ескі суреттер ілулі. Әлия жан жағына қарап: «Апа, сіз мұнда жалғыз тұрып келдіңіз бе?» «Иә». «Неге бізге келмедіңіз?» Жамал күлімсіреді. «Әр адамның өз өмірі бар, қызым». Сапар үндемей отырды. Ол Жамалдың жүзіне қарап отырып, бала күніндегі әйел мен қазіргі әйелдің арасындағы айырмашылықты сезді. Жамал қатты өзгерген, шашына ақ кірген, жүзінде әжім көбейген, бірақ көзі сол қалпында, сол мейірімді көз. Біраз уақыттан кейін Әлия ас үйге кіріп кетті. Бөлмеде Сапар мен Жамал ғана қалды. Жамал: «Сапар». «Иә». «Сен бақыттысың ба?» Сапар ойланып: «Иә». «Шын ба?» «Шын». Жамал жымиып: «Онда менің де көңілім тыныш». Сапар: «Сізді бір нәрсе сұрайын». «Сұра». «Егер сол кезде, мен бала кезінде сізден алыстап кетпесем не болар еді?» Жамал ұзақ үнсіз отырды. «Білмеймін». «Өкінесіз бе?» «Жоқ». «Неге?» «Өйткені сен өз жолыңды таптым». Сапар басын изеді. «Мен сізді көп жыл бойы неге ұмытпағанымды енді түсіндім».
Жамал оған қарады. Нені түсіндім? Сіз маған сол кезде тек нан берген жоқсыз. Жамал үнсіз тыңдады. Сіз маған адамдардың бәрі жаман емес екенін көрсеттіңіз. Жамалдың көзіне жас келді. Сапар жалғастырды. Әкем жоқ кезде, анам жоқ кезде, қарындасым екеуміз жалғыз қалғанда, сіз бізге адамша қарадыңыз. Мен соны ұмытпадым. Жамал көз жасын сүртті. Сол үшін мен де сені жақсы көрдім. Сапар жымиып. Мен де сізді әрқашан жақсы көрдім. Бірақ бұл жолы бұл сөздің мағынасы басқа еді. Жамал оны түсінді. Кешке бәрі бірге дастархан басына отырды. Әлия анасына қарап. Апа, Сапар бала кезінде сізге күнде келетінін білесіз бе? Жамал күліп. Білемін. Сапар. Мен нан алуға келетінмін. Әлия. Жоқ, сен ананды көруге келетінсің. Сапар күліп жіберді. Мүмкін. Жамал да күліп. Бір күні болмаған, мен сізді ұмытпаймын деген. Әлия. Сосын? Жамал Сапарға қарап. Ұмытпады. Сапар басын изеді. Бірақ енді менің есімде сіздің бала кезіндегі бейнең емес, бүгінгі күніңіз де бар. Жамал. Ол қандай бейне? Мені өмірімнің ең қиын кезінен алып шыққан адам. Жамал бұл сөзге жауап бере алмады. Түнде Әлия анасымен жеке сөйлесті. Апа. Иә? Сіз Сапарды шынымен жақсы көрдіңіз бе? Жамал біраз үнсіз отырды. Ол кезде мен оны бала ретінде жақсы көрдім. Ал кейін? Жамал терезеге қарады. Кейін оның өмірі менің өмірімнен бөлек екенін түсіндім. Бірақ ол сізді ұмытпады. Онысы мен үшін үлкен сыйлық. Әлия анасының қолын ұстады. Мен сізге ешқашан ренжімеймін. Жамал қызына қарады. Неге? Өйткені егер сіз сол кезде Сапарға көмектеспегенде, бүгінгі Сапар болмас еді. Жамалдың көзіне жас келді. Сен жақсы қызсың. Келесі күні Сапар мен Әлия ауылдарына қайтпақ болды. Жолға шығар алдында Жамал Сапарды оңаша шақырды. Қолына кішкентай ғана матаға оралған зат ұстатты. Мұнан ал. Бұл не? Сапар ашып қарады. Ішінде ескі, кішкентай ағаш ойыншық тұр. Сапар бірден таныды. Бұл? Иә. Менің бала кезіндегі ойыншығым. Жамал күлімсіреді. Бір күні базарда ұмытып кетіп едің. Сапар оны қолына қысып ұстады. Сіз осыны сонша жыл сақтадыңыз ба? Иә. Неге? Өйткені кейбір заттардың бағасы оның өзінде емес, оның естелігінде. Сапардың көзіне жас толды. Рахмет. Жамал. Енді оны өз балаңа бер. Сапар біраз үнсіз қалды. Міндетті түрде. Олар жолға шықты. Әлия терезеден анасына қол бұлғаттырды. Жамал да қолын көтерді. Сапар соңғы рет артына қарады. Бұл жолы оның жүрегінде ауырлық болған жоқ. Ол Жамалды жоғалтқан жоқ. Керісінше, оның өміріндегі орнын түсінді. Бала кезінде ол Жамалды жүрегінде жұмбақ адам ретінде сақтаған. Жылдар өткен соң оны қайта тауып, шындықты білді. Ал енді ол әйелдің өміріндегі орнын құрметпен қабылдап, өз жолмен кетіп бара жатты. Жол бойында Әлия. Сапар. Иә. Бір нәрсе сұрайыншы? Сұра. Егер мен сол кезде сенімен таныспағанда, не болар еді? Сапар күлімсіреді. Білмеймін. Ал анам ше? Сапар терезеден сыртқа қарап. Ол бәрібір менің өмірімде қалар еді. Қалай? Естелік болып. Әлия оның қолын ұстап. Ал қазір? Сапар оған қарап. Қазір сен барсың. Әлия күлімсіреді. Сапар оның қолын қысып. Мен өткенімді жоғалтпаймын. Бірақ енді өткенімен өмір сүрмеймін. Көлік алға қарай жүре берді. Ал артта соғыс жылдар қалған ескі ауыл алыстай түсті. Сапар үшін сол ауылда оның балалық шағы, әкесі, Күлнар және Жамал қалған еді. Бірақ оның алдында жаңа өмір күтіп тұрды. Және бұл жолы ол сол өмірді өзі таңдады. Арнаға тіркеліп, лүпіл басып отырыңыздар. Хай қаладан сағат қаншада көріп отырсыз, жаза кетіңіз. Көп рахмет.